Бұл осыдан бір ай бұрын ашылған Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары күнделікті динамикалық үзілістерінде осылай билеп, сергіп алады. Таңғы сағат 8:15-тен дәрістеріне кірісетін оларға мұнда барлық жағдай жасалған. 3 тілде білім алатын оқушылар көңілді биден кейін сабақтарына қайтады. Эх, шіркін, мен де осы мектептің оқушысы атансам ғой. Сәлем досым. Сәлем. Сіздің есіміңіз кім болды? Нұрдәулет, ал сеніңше? Мақсат, сіз осы мектептің оқушысыз ба? Я, мен осы мектептің 11-ші А сыныбының оқушысымын. Ендеше мені мектебіңізбен таныстырыңызшы. Жарайды. Келген қонақты лайықты күтіп алу біздің міндеттеріміздің бірі ғой. Ендеше кеттік. Мен сені мектеппен таныстырайын. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жарғанда жастығымның көктемі. Біздер үшін айқар ашты есігі, елбасының зияткерлік мектебі. Өсебесін мектебімнің өркені, желбіресін ғылым білім желкені. Қанат қаққан өркениет өріне, біз боламыз еркін елдің ертеңі. Білімнің шырыны, ғылымның тонығы. Мақсат, қарашы, біздің кітапхана қандай әдемі. Кітап білім бұлағы екені рас қой. Кітапсыз өмір сүру 21-ші ғасырда мүмкін емес екендігі мәлім. Я, дұрыс айтасыз аға. Кітапсыз өмір сүру мүмкін емес. Қазақтың есімі елбасы мектебі. Көкжиекке қол ашты кең жазайын, ғылым іздеп білім кенін қазайын. Назарбаев зияткерлік мектебі, жаңа ғасыр жаңалығы ғажайып. Білімнің шырыны, ғылымның толығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі, ғылымға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Білімнің шырыны, ғылымның толығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі, ғылымға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Елбасы мектебі.
Назарбаев зияткерлік мектептері жаратылыстану пәндеріне ерекше назар аударып, білім беруде заманауи технологиялар мен әлемдік тәжірибелерді кеңінен қолдануда. Шетелдік мұғалімдер мен отандық педагогтардың бірлесе жұмыс жасауы бізге зияткер мектептің оқушылары ретінде көптеген мүмкіндіктер сыйлады. Ал біз сол мүмкіндіктерді толықтай пайдалана отырып, тәуелсіз Қазақстанның дамуына өз үлесімізді қосуымыз қажет.
Мен Шымкент қаласынан Назарбаев зияткерлік мектебінің 11 сынып оқушысымын. Қазіргі таңда біздің жатақханамызда көптеген шаралар болып өтеді. Солардың бірі ретінде спорттық жарыстар және зияткерлік сайыстармен қоса әр бейсенбі күні жас ұрпақтың тәлім тәрбие беру мақсатында көптеген бейнефильмдер көрсетіледі. Және де әр жексенбі күні оқушылар мен тәрбиешілер қосыла қаланың ғажайып жерлерін аралауға шығады. Және де мен бұл мектепте оқып жатқаныма қуанамын, себебі менің болашағым жарқын боларына сенімдімін. Нұрдәулет аға, бұл неткен ғажайып мектеп? Әке, мен не болса да осы мектепке түсуім керек. Арманыңа жет айналайын.